Сәлем достар, біз Айкараван командасы болып Монғолияға сапарға аттанайын деп жатырмыз. Экспедиция тікелей эфирде жүреді. Айкараванның YouTube, TikTok, Instagram парақшаларынан көре аласыздар, бақылай аласыздар, сұрақтар қойып белсенді бола аласыздар. Ал біз қазір арнайы көлікпен саяхаттаймыз. Біздің даусымыз қалай естіледі екен, бірге білейік. Әрине бізде жылдағы соған басы болады. Біз сол кезде қонақ шақырамыз, достарымызды шақырамыз. Сосын достарымыздың үйіне шақырса да шақырмаса да барып келіп барыс келіс жасап тұрамыз. Сол кезде бывает. Достар, міне біз экспедицияға жолға шықтық. Келешті біздің баратын нүктелеріміз өтіп, саяхатымыздың бірінші күні. Көрініс керемет. Тікелей эфир болып жатыр. Онымен бірге ұйқы болып жатыр. Ұйықтап қалып жатыр. Бізде көрініп тұрам. О, күшті. Марғұлан ағай түсіріп жатыр. Жүрмес деген ғой адасып. Бір үйде тоқтадық. Айша ханым тапқан. Үйге бізді жылы қарсы алып жатыр. Қазір кіреміз ішке. Достар, біз Жайпақ ауылына келдік. Бізде қонақжайлық күн күтіп алды. Гидтерге қарбыз сою қызметі де қосылған ба не? Мен айттым ғой бүгін. Арбузер дейді. Арбузер екенсіз ғой. Дұрыс сонда. Арбузерлер арбуз сою керек. Қауын деңіздер енді. Қауын деп арбуз деңіздер. Қайырлы таң достар, біз бүгін Жайпақ ауылында түнедік. Бізді күштілеп күтіп алды. Біз енді бүгін Алакөлге шомылып, сол жерде контент түсіріп, әрмен қарай саяхатымызды жалғастырамыз. Сапарға біз умывальный орнатып жатырмыз. Қол жуғыш. Біз енді жуынамыз. Таңғы ас ішейін деп жатырмыз. Бауырсақ пісірді бізге арнайылап. Қолдың майы. Мінекей, қараңыздар. Біз Алакөлге келіп жатырмыз. Өте ұзын, өте үлкен. Алакөл шынымен өте суы әдемі, демалушыларға ыңғайлы. Сондай мекен екен, өте керемет. Достар, біз қазір Аягөз қаласына келдік. Осы жерде сәл аялдап, әрмен қарай сапарымызды жалғастырамыз. Мына жақта күн ыстық екен. Достар, біз айтып жататын ғой, семейдің жолдары нашар деп. Son дәлел болып жатыр мына жерде ше. Барар жолымызда камерамыз билеп кетіп жатыр. Машинада отырып ұшып келейін деп жатырмыз. Бірақ арасында жақсы жолдар да бар екен. Достар, мынау біз Абай Құнанбаевтың балалық шағы өткен жер Шыңғыстау жерінде кетіп бара жатырмыз. Қазір күн батып жатыр. Біз Қарауыл деген ауылдамыз. Осы жерге келіп тоқтап жатырмыз. Мына жерде құрылыс жұмыстары жүргізіліп жатыр. Абайдың 180 жылдығына тойлар болады екен. Келе ғой. Әне. Ойыншық береді. Әне, қыздар. Қыздар кендер, ойыншық. Ауыл балаларын қуантып.
gaz veriyor. Gaz. Достар, үшінші күннің өзінде мен болатын болдым. Біз келесі нүкте Барнауылдан жататын жерді бір кездейік. Егер таныстарыңыз болса, маған көмектесіп жіберіңіздер. Абайдың үйіне келдік. Осы камераны артқа ұстап қойыншы ма? Абай атамыздың Жидебайда орналасқан мемориалдық мұражай үйіне келіп қалдық. Қазір осында түсірілім жүргізіп жүрміз, экскурсия аламыз. Сондай бір тарихи, мәдени жерлердің куәгері болып жатырмыз. Ай караван мен бірге Хочу ауылға жобасы аясында. Достар, бұл ертоқым әйгерімдікі, яғни Абайдың әйелінің ертоқымы. Достар, мынау ат-арба Абай Құнанбаевтікі арнайы жасатқан. Қазіргі заманмен салыстырғанда бұл қалай айтсақ болады, сапасы мықты, көліктермен теңдей дәрежеде екен. Арнайы өзі жасайтын адамдарды жасатқан екен, жасайтын адамдарға. Мінекей, Абай Құнанбаевтың отбасының жаңағы шөп таситын, ат жегетін, сондай несі ғой, арбасы. Барлығы, достар, Абай атамыздың өзі қолданған заттар ғой. Достар, біз Жидебайдамыз және біздің жанымызда Абайдың музей үйі. Ал мынау сол музей үйінен шыққан бетте оң жақта Еуразия кеңістігінің кіндігі орналасқан екен. Спутник бойынша, ойлаңызшы, осы Еуразия құрлығының ең ортаңғы нүктесі дәл осы жерде, Абай ауылында. Достар, біз жаңа ғана Абай Құнанбайұлы мен Оспан Құнанбайұлының зираттарында кесенесінде Құран бағыштап шықтық. Қазір енді Шәкәрім Құдайбердіұлының зиратына барамыз. Барлығы осы Жидебай жерінде орналасқан. Достар, мінекей Семейге келдік, Семей қаласындамыз. Семейде пробка бар екен. Telefonun devamına video montaj. Ертіс өзені. Достар, мен өмірімде бірінші рет мынандай үлкен күнбағыс алқабындамын. Бастан аяқ ана жақтың барлығы күнбағыс. Достар, біз Ресеймен шекарадамыз. Қазір бізді тексереді, өтінеміз берсе. Сол. Достар, біз шекарадан өттік. Өте салып мына жерде шекараның аймағында қарбыз жеп бара тұрық қой, қарбыз жеп. Россиян шекарасы ма ол? Иә, Алматы ма? Ол басқа жақ па? Қызық болмай тұр ғой бізге сол қарбыз жеу бірінші очередь. Оң жаққа қарай кетсе.
оң жаққа кетсек уже объездныйға кетеміз де сразу Барнауылға жол. Иә, сол Жоқ, оңға қарай кетсек қалаға кіреміз ғой. Жоқ, қазір Полевай деген көшемен жүреміз. Иә. Полевайдан Сағат 12-ден кетті, жататын жер жоқ. Іздеп далада жүріп қалада. Барнауыл жүріп Бізде рубль жоқ, және біз төлей алмадық. Бізде тамақ та жоқ. Және өте керемет гид ханым, яғни мен ешқандай қонақ жерде таппадым, оған жетіп те үлгерген жоқпыз. Сонымен саяхат болып жатыр ғой. Барнауылға дейін 1000 километр, жоқ, Монғолияға дейін 1000 километр. Барнауылға барсақ та бізде жататын жер нақты емес, жоқ. Білмеймін, жалпы не істейтінімізді көреміз. Достар, мынау Ресейде кола жоқ екен, или Ресейде, или мынау супермаркетте, білмеймін. Добрый кола дейді. Мынау фанта ғой, мынау. Фантаның фигурасымен, коланың дәмімен жазуы орысша. Мыналарды алып қазір ән айтамыз да бәріміз. Жаңағы достар, бізде ақша жоқ деп айтып жатқаным, жалпы бізде ақша бар, бірақ рубльге ауыстырмадық та, біз кеш келдік, және мына жақта Қазақстанның картасынан осы Ресейдің картасын ауыстыру сәл күрделі екен. Жаңа мына жақта бізде команда мүшелері Марк деген орыс баланы тауып алып, бірге қаланың ортасына қарай кетті. Соны ауыстырып керек. Біз әзірше мына супермаркетте жүріп, меніңше бүгінше осы жерде жүре тұрамыз. Себебі біз қазір далада сыртта тамақтанамыз, әрмен қарай көлікке отырып, тікке Монғолияға тартатын сияқтымыз, менің ойымша. Бүгін мен гидпін, және біз далада қонайын деп жатырмыз. Екінші час деп қоясың ғой. Сағат 1:30-нан кетті. Өзгертіп алып келеміз деп, рубль табамыз деп, үйтеміз дегенше уақыт болып қойды. Не істейміз енді? Осындай мен қызық қой. Және мен сияқты адамдарды саяхатқа алып шықсаңыздар, және олар гид болса, осындай жағдайлар өте көп болады. Иә. Достар, біз Ресейдің Пятерочка деген қаласының ортасындамыз. Негізі ол супермаркет, бірақ біздің бүгінгі тұрағымыз. Мен қазір футболкамды ауыстырам. Бізде қонатын жер болмады, машинада бояндым. Тамақтанып аламыз, дальше кетеміз. Мына жер Шалет деген тамақтанатын орын. Көрінісі өте керемет екен. Кешегі далада отырып тамақтанғаннан кейін мынандай жерлерді бағалап қойғансың ғой кәдімгідей. Көрінісі керемет. Мына жерде біздің машинамыз. Шынымен Советский Союз ғой. Біз мынау саяхатымызда ең көп көрген нәрсеміз бұл заправка. Басқа еш жерге қыдырып жатқан жоқпыз, тек сол заправкалардамыз. Біз достар Горный Алтай аймағындамыз. 8 минутта жетеміз. Қай өзі? Мынандай керемет табиғаттан өтіп бара жатырмыз. Қосағаш деген ауылдан бізді Бірхан деген ағамыз күтіп алып жатыр. Бізді Нақжайылықпен күтіп алып жатыр. Түнгі 12:43.
Достар, біз Алтай өңіріндегі Қошағаш деген қазақ ауылындамыз. Қазір осы жерден бір бізді күтіп алған тағы бір көкен үйіне қонаққа барамыз. Бүгін шекара жабық екен, Моңғолия мен Ресей арасындағы, сондықтан біз жолға берса ертең шығамыз Моңғолияға. Мына жақтың табиғаты керемет екен. Таулары. Достар, біз осындай керемет көрінісі бар ауылға келіп тұрмыз. Жаңағы қай ауыл? Бие ауыл деді ма? Бие сауатын ауыл деді ма? Сондай бір керемет екен, қараңыздар. Енді бір секунд ит бар екен, қазір түсірем. Мінекей, қымыз алып атық. Сәлеметсіз бе? Не деген секунд ит мынау? Бұл осы Алтай өңіріндегі сарлықтар, жабайы сиырлар, еті қымбат болады екен. Біз, достар, Кіндікті көл деген жайлауға келіп тоқтап жатырық. Мінекей, мына жақ біз үшін қойсымен де жатыр. Ал бізде қыран. Мына жердің табиғатын қараңыздар. Қандай әдемі. Достар, осындай әдемі табиғатпен келе жатырмыз. Көккөл деген жердеміз. Осы жерде отырып тамақтанамыз қазір. Осы жерде әдемі бәрі. Достар, біз дәл қазір Ресей Алтай өңірі аймағындағы Көккөл деген демалыс орнындамыз. Бұл жердегі табиғат енді өте керемет. Және тағы да бір қызықты дерек. Ерте заманда осы жердің бәрі көл болған дейді. Сол себепті мынау таулардың да өзі бір ерекше екен. Сондай бір аңыздар бар дейді. Сол су тартылғаннан кейін барып осындай бір әдемі осындай таулардың арасындағы көлдер пайда болған дейді. Мына көлдер қарап егер келетін болсаңыздар, көрсеңіздер, бөлініп орналасқан. Сол түбінде жер асты сулар болып бір-біріне байланысады екен. Сондай ерекше жердеміз. Моңғолияның шекарасы. Пирожкидің ашаршылығынан келгенбіз. Идескен. Давай. Идер алмайсың ғой? Такой. Достар, біз әрен дегенде Моңғолияның шекарасынан өттік. Әрен дегенде болғанда Ресейдікінен әрен өттік. Мына жақтан жылдамақ өттік. Енді Моңғолия жеріне аяқтастық. Заправкаға тоқтадық. Байөлкеге дейін мына жерде бір саммиттер бар екен. Баярлалар деген. Одан соң келесі қалыңыз қалай? Қалыңыз қалай? Как дела? Ағылша. Қаны, бие, хер, вайна. Қаны, бие, Қаны, бие, хер, вайна. бие, хер, вайна. Мінекей бізді Бай өлкеде бізді күтіп алды. Ләйлә деген тәтеміз, көкеміз киіз үйге жағдайымызды жасап қойыпты. Уже жатып демалып жатыр, біз кіріп жатырмыз. Кешір, сізде сағат жоқ па? Сағат жоқ па сағат? Уақыт сұрайын деген қанша?
Достар, біз қазір Бай өлке, яғни Баян өлгейдің орталығында жүрміз. Қаланың орталығында. Күн жылы. Әжет әдемі екен. Монғолияда қазақтар да бар екен біраз. Мына жерден Баян өлгей алақандағыдай көрінеді. Мына осы өлкеде қазақ ауылдар көп мекендеген екен. Табиғаты қараңыздар. Қытайдың Алтай қаласы мен Монғолияның Баян-өлгей қаласы бірлесіп достық қаласы болып, Қытай мен? Мына жерде анықтап қарасаңыздар, әр үйде киіз үй бар. Бір, екі, үш. Апамın атасы қыдыру керек. Баян өлгейде бешбармақ осылай дайындалады екен. Дұрыс. Different religions, different cultures, like Europe and then Middle East, right? In the East, China. He was managing this all, but we cannot manage just our neighbors. Mongolia and Kazakh, we're having an argument, but he was smart and he managed entire world. So we should more focus on that and dig it, and let's be like him. Not just say your Genghis Khan, my Genghis Khan. Let's be like Genghis Khan. Let's act like a Genghis Khan, right? Достар, біз дәл қазір Рашкемпел деген монғолдардың Будда ғибадатханасындамыз. Бұл ғибадатхана 2025 жылы ашылған екен, су жаңа. Монғолияға Баян өлгейге келіп жатсаңыздар, осы жерге келіп көріп кетсеңіздер болады. Жақын Баян өлгейде. Монғол ауылдарына Азанда бір киіз үйде болдық, түсте бір киіз үйде болдық. Жолай бір киіз үйлерге кіріп шығып жатырық. Енді бір ресторандарға да кіріп тамақтанып қояйық деп қоямыз да. Достар, біз міне өзіміз қонған үйлерге осындай белгілер тастап, әрмен қарай келесі жаққа жолға шығып жатырмыз. Мынандай әдемі көрінісі бар жерге келіп жатырмыз. Бұл монғолдардың обасы. Монғолдар осылай жерлейді екен. Біз Ақбөкенді тастап, тауға қарай осындай бір дала қанымен жолға шығып бара жатырмыз. Ақжол, бұл неге Ақсу деп аталады? Барлығы сұрайды, бұл неге Ақсу, суын саған қол, яғни монғолша атауы. Бұның батпағы, топырағы, яғни әппақ, көрсеңіздер. Қараңыздар, ақ, лай. Бұл неге әппақ? Бұл жердің өзінің ерекшелігі ғой, е? Жердің өзінің ерекшелігі. Қараңыздар. Монғолдар өте не көреді? Қасиет көреді. Монғолша атауы суын саған қол. Су саған. Суын саған қол. Суын саған. Ақ, су. Аты не бұл жерде? Не болғанда? Кәйнік деген сиыр, парадосы ерекше екен. Қанша литр сүт береді? 3 литр, бір сауған 3. Bir günde 6 liter. Bir günde 6 litre süt verir.
Мынау біз таудамыз, мынандай зона отдыхада. Міне біз қалың киініп алдық, жаурамаймыз. Уайымдамаңыз. Киіз үйлерде жаттық бүгін. Біз екінші күні тағы да тауға қарай жолға шықтық. Тағы да бұзылып қалған көліктер және біздің Атморозов ағайымыз көмектесуге барады қазір. Осы жайлауды ұстап тұрған кісі ғой Досжан ағай. Көңіл күйіңіз қалай? Өте керемет. Саяхат ұнап жатыр ма? Сізде қалай? Күшті. Қазір атпен жабамыз ғой, иә? Оны қойшы, мынау қалай келген, мен соны әлі таң қалып отырмын да. Бұл жақтағы моңғолдар көлігін аямайды екен, көлік бұларға ештеңе емес екен. Главный баратын жеріне жетіп алса болды. Ледники. Бестау деген тауға келіп күшті. Битті айта алмадым енді. Түрлі. Достар, біз Бестау деген жерге келдік. Мына жылқылар. Мынаны қарасаңыздаршы. Мынау енді вид. Осы жерге мінеміз қазір. Достар, біз атқа мініп қазір ан жақтағы тауға барайын деп жатырмыз. Мен өзім өмірімде екінші рет атқа мініп жатырмын. Бірінші рет Алтай өлкесінде міндім. Екінші рет мені Моңғолияда мініп жатырмын. Деген бақытты адаммын, е? Бұйырса шабандоз боламын. Шап, шап. You guys going up? Yeah, we're trying to Hello. Hi. Ой, ой. Ой, ой. Құрметті менің YouTube көрермендерім, мен өмірімде алғаш рет тауға шықтым және Моңғолияда 4050 метр биіктіктегі Малчин шыңына шықтым. Моңғолиядағы ең үлкен шыңдардың, ең биік шыңдардың бірі. Әрен шықтық 3 сағатта. Сезім ерекше. Өзім бірінші рет шығып тұрым. Альпинист емеспін. Бірақ енді ұнап қалды тауға шыққан. Қалай айтсақ болады? Өте әдемі екен. Табиғатты қараңыздаршы. Бір қараңыздаршы. Мынау моңғолдардың байлаған нәрселері екен. Біз сонымен Айкараван ұжымы болып бұл шыңды бағындырдық. Айтпақшы достар, біздің мына жақ Ресей. Мына жақ арт жақ Қазақстан. Арт жақ Қазақстан, мына жақ Қытай. Мына жақ Моңғолия. Сондай жерде. Именно осы болды. Достар, әне-міне дегенше Хачу ауылға көшпенділер стиліндегі саяхаттың өз мәресіне келіп жеттік. Ең соңғы нүктеміз Ценгел ауылы, өте табиғаты керемет жер. Осы жерде барлығын қорытындылап, әрмен қарай өз отанымызға, туған жеріміз Қазақстанға жолға шығамыз. Мінекей барлығы өз соңына келіп жетті. Біз Ценгел аймағындамыз. Соңғы қорытынды ойларымызды айтып, осындай әсем табиғатта жүрміз. Жолда тағы да жол кетеміз. Шапшаң отырайық па, ішіне отырайық па? Ана Монголия қарағанда енді жылырақ та. Алтайский. Саяхаттағы ең маңызды сәттердің бірі.